Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге мектепке дейінгі білім берудегі ұлттық мәдени құндылықтар пәнінен дәріс оқимын. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қазақтың ұлттық музыкалық аспаптары, яғни 9-шы лекция. Осы тақырып аясында екі мәселені қарастырамыз. Бірінші мәселе қазақтың ұлттық музыкалық аспаптары және оның жіктелуі. Екінші мәселе мектепке дейінгі білім берудегі ұлттық музыкалық аспаптардың маңызы. Қазақтың ұлттық аспаптары бұл тарихи мұра ғана емес, сонымен бірге халықтың рухани даму деңгейінің, рухани байлығының, эстетикалық талғамның деңгейі. Қазақтың музыкалық аспаптарының өзіне тән үні, орындаушылық дәстүрі, өзіндік бітімі, болмысы, тыныс тіршілігі мен шежіре тарихын айқындайтын бірегей эстетикалық мәдени мұрасы. Қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарымен орындалған дәстүрлі музыка өнері атадан балаға мирас болып, ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан рухани мәдени байлығымыз. Қазақ халқының музыкалық аспаптарының шығу тарихы ежелгі уақыттарда бері жалғасып келеді. Ұлы ғұлама Әбу-Насыр әл-Фарабидің тарихи зерттеу жазбаларынан бастау алады. Заман ағымына байланысты аспаптар өзгеріске ұшырап, бірде шарықтап, бірде ұмыт қалып, оның жаңа түрлері пайда болып келеді. Уақыт өте келе, оның қайта жандануына Шоқан Уәлиханов, Ахмет Жұбанов, Әлкей Марғұлан, Өзбекәлі Жәнібеков секілді өзге тағы басқа ұлт жанашырлары ықпал етсе, қазақтың тұңғыш аспаптанушысы ғалымы Болат Сарыбаев үлкен жұмыстар атқарды. Музыкалық аспаптар этноархеологиялық және тарихи этнографиялық тұрғыда зерделенген, олардың дыбыс шығару қасиетімен қоса халық болмыс салтымен бірге қалыптасқан тұрмыстық құрал ретінде ерекшеліктері айқындалды. Олардың басым көпшілігі әу бастан музыкалық аспап ретінде емес, тұрмыстық деңгейде қолданылған құрал, бұйым ретінде пайда болған. Музыкалық аспаптардың түрлеріне келер болсақ, музыкалық аспаптар жалпы кәсіби музыкалық аспаптар, яғни симфониялық, үрлеп ойнайтын, және қазақтың музыкалық аспаптар жалпы ұлттық, екінші фольклорлық, яғни дәстүрлі музыкалық аспаптар болып табылады. Музыкалық аспаптардың жіктелуіне келер болсақ, музыкалық аспаптар шертпелі музыкалық аспаптар, яғни оған біз домбыра, шертер, жетіген, адырнан жатқызамыз. Ыспалы музыкалық аспаптар екінші түрі қобыз, шелер хамус, тұрбалық хамус. Үшінші үрмелі музыкалық аспаптар сыбызғы, сырнай, үскірік, шаңқобыз. Төртінші соқпалы, сілкімелі, яғни дабыл, кепшік, шыңдауыл, дауылпаз, асатаяқ. Бұл қазақтың негізгі музыкалық аспаптары болып табылады. Суретте көріп тұрғаныңыздай, сіздер бұл жерде қазақтың шертпелі музыкалық аспаптарын, яғни домбыраны және де қобызды көріп отырсыздар. Яғни бұл жерде жоғарыда айтылған музыкалық аспаптардың барлығы кездеседі. Музыкалық аспаптар адамның қатысуымен белгілі бір ырғақтағы және тұрақты жоғарылықтағы дыбыстарды шығарып, музыкалық шығармашылыққа мүмкіндік беретін аспаптар. Музыкалық аспаптардың әрқайсысының өзіне тән дыбыс тембрі, динамикалық мүмкіндігі, белгілі бір диапазоны болады. Музыкалық аспаптардың дыбыс шығару сапасы аспаптарды жасауда қолданылатын материалдардың түрі мен қасиетіне, сипатына, дыбыс шығару тәсіліне байланысты. Музыкалық аспаптардың алғашқы қарапайым түрлері табиғаттағы түрлі дыбыстарға, адамның, хайуанаттардың даусына еліктеуден шыққан. Әр халықтың музыкалық аспаптарының өзіндік ерекшеліктері болады. Сондай-ақ өзара этникалық, тарихи мәдени байланысы бар бірнеше халықтарға ортақ, әрі олардың
ұлттық аспабы болады. Яғни мысалға домбыра тек қазақ халқында емес, сонымен қатар басқа да түркі тектес халықтарда кездесіп отырады. Халықтар арасында сонымен қатар домбыра, қобыз, жетіген, сырнайға байланысты түрлі аңыз әңгімелер бар. Бала тәрбиесіне көңіл бөлу қай заманда да келе жатқан құбылыс. Қазіргі кезеңде педагогтер қауымның алдында қойылатын міндет жастарға рухани адамгершілік тәрбие беру және осы мақсатта ұлтымыздың ұлы мұраларын жаңғырту, яғни ұлттық құндылықты бойына сіңіру. Домбыра аспабында орындалатын ұлттық нақыштағы қазақтың күйлерін үйрету өте маңызды. Қазақтың күй өнері арқылы балалардың рухани адамгершілікке тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу бүгінгі қажетті кезек күттірмес мәселе. Рухани адамгершілікке тәрбиелеу білім берумен ғана шектелмейді. Баланың сезіміне әсер ету арқылы ішкі жан дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани адамгершілік қасиеттері қалыптасады. Құрманғазының күмбірлеген күйін, Тәттімбет Дина сияқты аттары аңызға айналған күй құдіретінің әсем де сазды әуендерін бойына сіңіріп өскен жас жаман болмайды. Қазақтың ән өнерімен, күй өнерімен сусындап өскен баланың бойында адалдық, тазалық, сенімділік, өзіне деген құрметі болады. Демек, рухани адамгершілік тәрбиесінде басты мәселе баланы құрметтеу. Сондықтан әрбір бала өзін өзі рухани жетілдіру үшін өзін тәрбиелеуге, өздігінен білім алуға ұмтылу қажет. Бүлдіршіндерімізді жан-жақты етіп тәрбиелеуде музыка өнерінің алар орны ерекше. Мектеп жасына дейінгі балаларға музыка әлемі баланың жан дүниесін тербетеді, ойын, қиялын шыңдай түседі. Балаларымыз өнерлі де білімді, еліміздің өркендеуіне үлес қосатын ардақты азамат болып шығуына музыка әлемінің тигізер әсері мол екені бәрімізге белгілі. Сонымен қатар музыкалық аспаптар арқылы жалпы педагогика ғылымында, оның ішінде арнайы педагогикада, балабақшада музыка терапия бар. Музыка терапия баланы тек қана музыка арқылы демалдырып, болмаса тынықтырып қана қоймайды, сонымен қатар баланың ішкі жан әлеміне де ем беріп отырады. Қорыта айтқанда, музыкалық аспаптар қоңыр үні жүрекке жан шуағын орнатып, бұрыннан бойымызда бар жақсы қасиеттерді дамытады. Жаман әдет пен теріс қылықтан тазарып, жаны таза, көңілі ақ, рухани сезімдерге бай адам болып қалыптасуға мүмкіндік береді. Дархан даламыздың кеңдігіндей мейірім шуағы мол қазақ күйлері жастардың бойына мейірімділік жылуын таратады. Қай замандағы болмасын ұлттық өнердегі ортақ сарын азаттыққа, бостандыққа ұмтылу, ел тәуелсіздігін аңсау. Осы тұрғыдан алғанда қазақ әуендері халқымыздың ғасырлар бойы армандап, бүгінгі ұрпақ жүзеге асырған тәуелсіздікті жақындатқан ең қастерлі құндылық. Қазақ халқы музыкалық аспаптарды ерекше қадірлеген. Оны ойнай алатын адамды қонаққа шақырып, өнерін тамашалап, сый-сияпат жасаған. Сонымен қатар балалар мен жастарды өнер иелерін сыйлай білуге тәрбиелеп отырған. Яғни өнерді қадірлеуге, өнер иелерін сыйлауға шақырған. Құрметті студенттер, мектепке дейінгі білім беруде, яғни музыкалық аспаптардың алар орны өте зор десек болады. Осы тақырып аясында сіздер Сарыбаевтың қазақтың музыкалық аспаптары, сонымен қатар төмендегі ұсынылған әдебиеттерді пайдалана аласыздар. Құрметті студенттер, назар бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.